Қымбатты көрермен, студиямызда қонақта Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі санитарлық эпидемиологиялық бақылау комитетінің ресми өкілі Ержан Байтанаев. Ассалаумағалейкум, қош келдіңіз. Енді соңғы тәуліктегі эпидахуалға тоқталып содан бастайық. Қанша адам вирус жұқтырды? Статистика қандай? Жалпы өткен тәулікте 2004 адам коронавирус инфекциясын жұқтырған. Бұл өткен тәулікпен салыстырғанда едәуір біз эпидахуал дұрысталып келе жатыр. Бірақ жаңа қарындасым айтып кеткендей, бұл жаңағы етекті кеңге жаятын уақыт емес, өйткені ауру жұқтыру, жалпы омикрон штаммы жұқтыру контагиозности өте жоғары. Сол себепті біз эпидахуал адамдардың ауруы азайып бара жатыр деп жаңағы әлі де ерте оны айтуға. Омикрон тез таралады өзі? Тез таралады, ол бір дегенде бір мезетте 5-6 адамға жақын тұрмағанның өзінде, бір қасыңыздан ауырып жатқан адам өткеннің өзінде сізге жұғып кетуі мүмкін. Сонымен қатар көптеген азаматтарымыз қазіргі уақытта омикрон штаммын, жалпы коронавирус инфекциясымен ауырып жатқанын білмейді. Көбісі тұмау екен деп жүре береді. Сол себепті әлі де қауіп қатер бар. Көбісі қазір дәрігерді үйге шақыруға ерінеді, ПЦР тапсыруға ерінеді. Сол себепті әлі де бізде ерте жағдай дұрысталды деуге. Енді атап айтқанда Алматы қаласы бізде ауруды жұқтыру фактісі бойынша жоғарыда ең бірінші тұр. Одан кейін Павлодар облысы, Қарағанды облысы және Нұр-Сұлтан қаласында лидерлар дейді ғой, алдыңғы қатарда ауруды жұқтыру бойынша эпидахуал өте қиын болып тұр. Жалпы омикрон штаммының қаупі қандай өзі? Бұл штамның ең бірінші қаупі адам, енді көптеген ғалымдар жеңіл ауырады, тұмау сияқты өтеді дейді, бірақ соның өзінде постковидный синдромы өте ауыр болады. Ауырып болғаннан кейін адам өзіне келу қиын болады. Сонымен қатар бұл жылдам жұқтырады. Бұрында мысал коронавирус инфекциясын жұқтырған адам жалпы инкубациялық уақыты 5-6-7 күнге дейін созылса, бұда жұқтырған мезеттен бір күн, бір жарым күнде адам ауруды сезіне бастайды. Сол себепті абай болған жөн. Сонымен қатар омикронда да бар ма жаңағы симптомды, симптомсыз бұлда да тасымалдаушы деген өте орынды айтып тұрсыз. Бұда да симптомды бар, симптомсыз түрде бар, және тасымалдаушы ол симптомсыз түрде ауырып жатқан адам. Бұл жерде қазіргі уақытта бізде елімізде симптомсыз түрде не болмаса жаңағы үй жайында емделіп жатқандардың көбісі ол вакцина алғандар. Мынау қазіргі уақытта ауруханада жатып, ауыр халде жатқандардың барлығы дерлік, бізде 99% вакцина алмағандар. Вакцина алғандар жұқтырғанның өзінде, мінекей кәдімгі үй жайында жатып, дәрі ішпей-ақ үй жайында карантинде жатып-ақ емделіп шығып жатыр. Сол себепті ең бірінші бұл аурудан шығатын жол, бұл вакцина алуымыз керек. Вакцина алған азаматтар уақыты жеткен жағдайда ревакцинациядан өту керек. Бұл жалпы шетелдік ғалымдар, бізде дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының нақты дәлелденген мәліметі бойынша, жалпы дүние жүзінде вакцина алған азаматтар ауруханаға жетпей, кәдімгі үй жайында емделіп жатқан жайлар бар. Вакцина алған сөз, демек сіз ауырмайды деген емес, керісінше ауруды жеңіл өткересіз. Жеңіл өткересіз, және де ауруханаға түспеуге, ИВЛ аппаратына жетпеуге, тіпті былай енді ашығын айтқанда, енді өліп қалмауға алып баратын бірден бір жол бұл вакцинациялану, ревакцинациялану. Вакцинаға тоқталайық. Қазіргі таңда қанша адам елімізде вакциналды? Бірінші компонент неше адам, екінші компонент неше адам? Жалпы елімізде бізде бүгінгі күні бірінші компонентмен 9.251.000-нан астам адам қабылдаса, екі компонентті де 8.822.430 адам қабылдаған. Жалпы бізде елімізде жоспар бойынша қоғамдық иммунитетті құру үшін 11,4 миллион адам вакцина алу керек. Сол себепті біз жаңағы барлығының сұрағы бар ғой. Әлі қалыптастыра қойған жоқпыз. Қазіргі күні адамдардың барлық сұрағы, мен вакцинаны алдық, неге масканы шешпейміз, неге біз жаңағы... Неге санитарлық талаптар жеңілдемейді дейді? Европадағыдай біз неге жаңағы масканы шешіп, бәріне рұқсат бермейміз дейді. Енді біз оны ашық айтқан кезде, Европада халықтың санасы басқа. Оларға вакцина алды деді ма, барып алған. Оларда иммунитет құрылған коллективті. Ұжымдық иммунитет құрылған. Ал бізде әлі оған жеткен жоқпыз. Біз өйткені жаңағаны айттым ғой мен, вакцинаны алған өзінде ұжымдық иммунитет құрылмай, сіз ауруды тағы жұқтырып алуыңыз мүмкін. Сіз ауруды тасымалдаушы болуыңыз мүмкін. Ал егер барша жаңағы халық болып барып вакцинациялансақ, онда
ешқандай кедергісіз біз межесіне жеткен уақытта біз бұл барлық талаптарды жеңілдетеміз. Талаптар онсыз да жеңілдеп жатыр. Өткенде президенттің тапсырмасымен мінекей көк статусы бар азаматтарға және мынау орта және шағын бизнесті жүргізіп жатқан азаматтарға біраз жаңа жеңілдіктер жасалды, рұқсаттар берілді. Сол себепті бүгін мына кеше ғана мына жағымды жаңалық, кеше ғана мынау шекара бойынша ведомствоаралық комиссияның шешімімен енді елімізде мысалы кез келген қазақстандық әуе қатынасы арқылы кез келген шетелге ешқандай кедергісіз шыға беруіне рұқсат бар. Жаңағы сонымен қатар кез келген шетел азаматы Қазақстанға визалық жағдайды сақтай отырып елге келуге рұқсаты бар. Бұрында бұған дейін бізде барлығы ведомствоаралық комиссияның шешімімен рұқсат берілетін, алдын ала келеміз деген өтініш жазып, содан ведомствоаралық комиссия қарап, қандай мақсатпен келатыр, қай мемлекет, эпидахуалы қалай ол мемлекеттің деп бір зерттеп рұқсат беретіміз. Енді мінекей кешегі шешім бойынша ешқандай кедергі жоқ. Ең бастысы келетін азаматтардың барлығының ПТР тест анықтамалары болу керек, 3 тәуліктен аспаған. 5 жасқа дейінгі балаларға ПТР тесттің қажеті жоқ, бірақ қасындағы үлкен азаматтардың міндетті түрде анықтамасы болу керек. Сонымен қатар ең бірінші, ең жағымды жаңалық мынау шекараның қасында тұратын азаматтар бізде жалпы мынау автоөтпе арқылы шекара бар ғой, ол жерде 30 күнде бір рет қана шығуға рұқсат бар етін. Енді бұл сан жалпы айына 15 тәулікте қатынауға рұқсат ашылды. Сол себепті жеңілдіктер жасалып жатыр. Карантиндік шаралардың жеңілдетіліп жатыр. Мынау бұның барлығы толық кезең-кезеңмен болып жатыр. Толық біз өтуіміз үшін бәріміз вакцинациялануымыз керек. Енді бәріміз үшін деген қағида осы ретте жұмыс істейді ғой. Өте орынды айтып тұрсыз, мына азаматтық позициямызды қосуымыз керек. Біз өйткені бір алаңдатарлық жағдай бізде вакцинациялау 12 жастан асқан жасөспірімдерге ғана салынады ғой, ата-ананың рұқсатымен. 12 жасқа дейінгі балалар қазіргі уақытта ауырып жатыр, қатты ауырып жатыр. Тіпті мынау балалар инфекциялық ауруханасы толып. Мынау жалпы мынау соңғы штамдар бұрында мысалы өзіңіз білесіз, біз ересек қариялар қатты ауыратын. Енді керісінше мынау вирус өте қу. Вирус өзінің жаңағы мутациясын ауыстырып, жедел енді қазір біздің кәдімгі кішкентай балаларға қатты жұғып жатыр. Балаларға вакцина салуға болмайды бізде, рұқсат берілмеген. Сол себепті сол балаларымызды, үйдегі қарияларымызды мынау вакцина салғысы келетін, бірақ салуға болмайтын жаңағы кері көрсетілімдер бар азаматтарымызды құтқару мақсатында біз вакцинациялануымыз керек. Біз сол кісілерді құтқаруымыз керек. Сол себепті біз салуымыз керек. Үйдегі бала шағамызды аман алып қалу үшін. Өйткені қазіргі уақытта мынау балалардың ауруы өте көтеріліп баратыр. Осы ретте ревакцинацияны қаншадан болды? Қазіргі уақытта 2 миллионға жуық азаматтарымыз ревакцинациядан өтті. Ревакцинацияға қатысты бізде вакцина тапшылығы жоқ. Бізде 60-тан асқан қарияларға және мынау медициналық қызметкерлерге Pfizer вакцинасымен ревакцинация жүргізіп жатыр. Қазіргі уақытта Pfizer вакцинасын бізде жүкті аналарымыз, емізулі аналарымыз, 12 мен 18 жас аралығындағы жасөспірімдер және ревакцинацияны 60 жастан асқан қариялар мен медициналық қызметкерлерге рұқсат берілген тегін. Ақылы түрде бізде вакцина, ешқандай вакцина ақылы түрде жүргізілмейді. Ендігі уақытта ревакцинация үшін бізде елімізде Қазвак отандық вакцинамыз бар. Өте сапасы жоғары, өзінің тиімділігін 96%-ға дейін дәлелдеген. Спутник Лайт вакцинасы бүгінгі күні ұсынылып отыр, бір дозалы ревакцинацияға. Және Қытайлық дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымында тіркелген кез келген мемлекетке ешқандай кедергісіз баруға болатын Sinopharm компаниясының Veracell вакцинасы ревакцинациялауға беріліп жатыр. Вакцина тапшылығы жоқ. Барлық вакцинациялау пунктінде, емханаларда, барлық вакциналарды адам өзінің қалауымен ала алады. Енді бағанағы статистикаңызға тоқталып кетсек, 2000 адамның үстінде жұқтырды дедіңіз. Оның қаншасы омикрон, нешеуі коронавирус? Мен сіздерге осыны түсіндіре кетсем, жалпы дүние жүзінде қай адам қай штаммен ауырып жатқаны зерттелмейді. Ешқандай мемлекет оны зерттемейді. Оған бір айдан 3 айға дейін уақыт кетеді. Оны зерттеу үшін. Бізде ең бастысы адамда коронавирус инфекциясы бар ма, жоқ па, соны адамды құтқарып шұғыл емдеу.
Ал енді оның біз не үшін секвенерлік, дүниежүзінде секвенерлік анализді, геномдық анализді не үшін жүргізеді? Қандай штамдар бар екенін білу үшін. Мысалы, бүгінгі күні мынау бізде желтоқсан айында жүргізілген, қаңтар айында біз жарияладық. Елімізде омикрон штамы бар. Өзінің жаңағы омикрон штамы, дельта штам, дельта плюс штам және ухандық штам елімізде қазіргі уақытта бізде жүріп жатқаны, біз соны анықтадық. Ал азаматтың қандай штаммен ауырып жатқаны, оның ешқандай ғылымға да қатысы жоқ. Бізде осы штам бар, осы енді емдеу жұмыстарын осы штамға лайықтығып жүргізу үшін ғана анықтаймыз. Оны тіпті Америкада да мынау Петя омикронмен ауырып жатыр, Вася дельтамен ауырып жатыр деген ондайды ешкім анықтамайды. Ол өте бір жағынан қымбат тұратын, екінші жағынан ол уақыт өте ұзақ кететін процесс. Жақсы, сұхбатыңызға рахмет дейміз, алыс білдіреміз. Ел аман болсын, жұрт тыныш болсын, қымбат телекөрермен бағдарламамызды біз әрі қарай жалғастырамыз. Ұлттық арнадан ауыспаңыздар.